Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай менің ең сүйікті тәттілерімнің бірі сочниктің рецептін ұсынатын боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге ұн, сары май, қант, разрыхитель, сүзбе, қаймақ, жұмыртқа қажет. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін ұнға разрыхительді қосып араластырып аламыз. Ұн електен өткізілген болғаны дұрыс. 3 ас қасық қантты саламыз. Бөлме температурасында еріген сары майды салып, ұнға аунатып, қолмен мыжғылай отырып, ұнтақ жасаймыз. Міне осындай ұнтақ болуы қажет. Қаймақты және де бір жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Қаймақ пен жұмыртқаны бетінде кішкене қолмен араластырып аламыз. Одан кейін барлығын жақсылап араластырып, біркелкі болғанша қамыр илейміз. Біркелкі қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр шығады. Салафанға салып 20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Сүзбеден, яғни творогтан салмасын әзірлеп алайық. Ол үшін бізге сүзбе, қант және де жұмыртқа қажет. Творогқа бір жұмыртқаны қосуға болады, немесе мен сияқты тек ағын ғана қосып, ал жұмыртқаның сарысын бетіне жағуға алып қалуға болады. Үстіне қантты саламыз, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Творогтың түйіршіктері болса, қасықпен езіп біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Менде творог майлы, сондықтан қаймақ қоспаймын. Егер де сізде домашний, яғни құрғақ болып тұрса, творог, онда бір ас қасықтай қаймақ қосып араластырса өте дәмді болады. Яғни салмасы кішкене жұмсақтау болғаны дұрыс. Холодильникте тұрған қамырды алып, көз мөлшермен теңдей 12 бөлікке бөлеміз. Менде осы тестодан 12 дана шығады. Яғни сочниктің өлшемін өзіміздің қалауымызша жасай беруге болады. Теңдей 12 бөлікке бөліп алдым. Әрбір бөлікті домалақтап шығамыз. Қамырды жайып, арасына салмасын саламыз. Қамырды жайғанда кішкене ұн пайдалануға болады. Қамыр өте жұқа болып кетпеуі қажет. Міне шамамен осындай болса жеткілікті. Арасына салмасын саламыз. Бір қасықтай ас қасықты толтырып салсақ болады. Ортасынан бүктейміз. Міне осылай ашық қалдырсақ болады, немесе біріктіруге де болады. Келесі қамырды жаямыз. Кішкене ұнға аунатып аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Арасына салмасын саламыз. Қамырды ортасынан бүктеп, жан жақтарын біріктіріп шығамыз. Маған осылай біріктірген ұнайды, сондықтан қалған қамырдың барлығын осылай біріктіріп жасадым. Қалған бөлікті де дәл осылай қайталай отырып жасап шығамыз. Міне осымен барлығы дайын. Енді жұмыртқаның сарысына бір ас қасықтай сүтті қосып араластырып, сочниктердің бетіне жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта, яғни қызарғанша ұстаймыз. Міне осындай болып пісіп шықты. Толық суығаннан кейін әсемдік үшін бетіне қант ұнтағын себуге болады. Сочниктерді ыдысқа түсіріп аламыз. Міне сочниктеріміз дайын. Ортасынан бөліп дәмін көрейік. Міне осындай жұмсақ болып шығады. Өте дәмді болып шықты. Сондай жұмсақ. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.